Саламатсыздар балалар, қазақ тілі пәні 119 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзіңді тексер. Бірінші жаттығу: өлеңді жатқа жаз. Төскейден жел еседі, түбімнен бұлт көшеді, туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Есентай Ербөтен етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрған сызбамен көрсет. Төскейден жел еседі. Не істейді, еседі, не еседі, жел еседі. Етістік зат есіммен байланысып тұр, иә? Көшеді, не істейді, көшеді, не көшеді, бұлт көшеді, зат есіммен байланысып тұр етістік. Төседі, не істеді, төседі етістік. Майсасын, несін, бұл жерде де зат есіммен байланысып тұр екен. Екінші жаттығу: мәтінді оқып, етістіктерді тап. Шілікті өзені ауылды жанамалай ағады. Жағасы қалың шілік, қыста ернеуіне дейін мұз қатып жатады, көктемде сең жүреді. Жаз шығысымен суы таяздап қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Қанат Қайымов. Етістіктердің дара немесе күрделі екенін айт. Мәтінде кездесетін етістіктер ағады, жүреді, аспайды. Бұл дара етістіктер, себебі бір ғана сөзден тұр. Ал енді мәтінде кездесетін күрделі етістіктер қатып жатады, таяздап қалады, екі сөзден құралып тұр. Сол себептен бұл етістіктер күрделі етістіктер деп аталады. Үшінші жаттығу: суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Гүл өседі, қауын піседі, жапырақ не істейді? Түседі. Жарайсыңдар балалар. Төртінші жаттығу: сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Ал ендеше оқып шығайық сөйлемдерді. Оның құлағы, инелері және тұмсығы бар. Оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Сын есімнің сұрақтарын еске түсірейікші. Қандай, қай? Ендеше екінші бағандағы сөйлемдерді көшіреді екенбіз. Оның кішкене құлағы, қандай құлағы, кішкене құлағы. Қысқа инелер, қандай инелер, қысқа инелер. Және ұзынша тұмсығы бар. Қандай тұмсығы бар, ұзынша тұмсығы бар. Бұл жерде енді біз бағандағы сөздерді, екінші бағандағы сөздерді жазамыз. Оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Бұл не? Бұл кірпі. Кішкентай қоңыр қара болады, инелері ақ түсті, денесі дөңгеленіп, шар тәрізді болады. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.